Отбасылық зорлық зомбылықтың бірнеше түрін айтуға болады. Бізде көпшілігінде ойлайды, ұрып соғу ғана, осы физикалық тұрғыдағы ұрып соғуды ғана сол зорлық зомбылық деп қабылдайды екен. Шын мәнінде эмоционалды, психологиялық тұрғыдағы зорлық зомбылық одан да ауыр болуы мүмкін. Өйткені адамға қол көтермейді, бірақ таңнан кешке шейін ауыр сөздер айту, балағаттау, кемсіту, отырса да тұрса да одан бір кемшілік іздеу, оның жасаған жұмысын, ісін ешқайсысын да мысалға бағаламау, кінә іздеу. Мысалға ол адамның алдында өзін кінәлі сезіну. Міне бұл психологиялық ауыр түрі болып саналады. Қаржылық зорлық зомбылықтың келесі түрі, бұл кезде мысалға жұмыс жасайды, жұмысында жаңағы карточкасын беріп қояды, өзіне ештеңке алмайды, өзіне ештеңке жұмсамайды, бірақ тапқан табысының барлығын өзіне емес, үнемі жаңағы жолдасына я болмаса үйдегі енесіне әкеліп беріп отырған. Бұл қаржылық зорлық зомбылықтың құрбаны деп айтуға болады. Сексуалдық құрбандыққа ұшырау дегенде бар. Өзін қорғана алмау, ұстап көру, тиісу, физикалық тұрғыда да өзін қорғай алмау, міне бұл сексуалдық, интимдік, былайша айтқанда әрекетке жол беру, көпшілігінде бұл да жаңағы құрбандықтың бір түрі болып саналады. Уақыт өте келе, мысалға, бұл адамдар мысалға эмоционалдық, қаржылық, психологиялық құрбандар, ол басқа да физикалықта жаңағы зорлық зомбылыққа ұшырап жатады. Сондықтан да бұның қайсы түрі болмасын, бұл тәуелділіктен арылуды, яғни емделуді ойлау керек. Өйткені неге ол адамдар бір адамның алдында өзін жақсы сезінеді, келесі бір адамның алдында көнбіс, яғни қарсы келе алмайтындай, қарсы сөйлей алмайтындай, яғни ол не айтса да соның барлығына кәдімгі робот сияқты роботқа айналып, соның айтқан әрекетіне көніп кетеді. Оның ішкі жан дүниесінде сол тәуелді деген жан дерті бар. Бұл зорлық зомбылықтың түрлеріне, яғни бұл тәуелділіктің түрлеріне өте үлкен жауапкершілікпен қарауымыз керек. Ана, егер ол психологиялық тәуелді болатын болса, онда міндетті түрде оның айналасындағы балалары, оның ұл болсын, қыз болсын, олардың да сондай бір құрбандық психологиясы қалыптасуы мүмкін. Өйткені ата-ананың бойындағы мінез құлқы, ата-ананың бойындағы әрекеті, сөйлеген сөзі, барлығы балаларға беріліп отырады. Сондықтан да ол ең бірінші ана сондай білімді болу керек, жауапкершілікті болу керек және отбасына үлгі болу керек.